Дарт. Қосар астероидтың бағытын өзгерту сынағы. Дарт миссиясы тарихта алғаш рет астероид траекториясын өзгертуге тырысады. Оның мақсаты астероидпен соқтығысу қаупі төнген жағдайда планетамызды қорғау әдісін сынау. Массасы 555 кг аппаратты Джонс Хопкинс университеті қолданбалы физика зертханасы жасаған. Дидим қосар жүйесі диаметрі 780 метр Дидим астероиді мен оның 160 метрлік серігі Диморфустан тұрады. Дарт 11 миллион километрдегі жүйеге дейін жылдан артық жол жүреді. Аспан денелерін жердегі телескоптар назарда ұстайды. Ал соқтығысуды жақыннан италиялық жеңіл кубсат бақылайды. Кішкентай астероидтың бағытын сәл өзгертіп, айналу периодын 10 минутқа ұзарту үшін Дарт секундына 6 км жылдамдықпен Диморфусқа соғылады.